Нағыз мықты әйел үйде отыратын әйел деген пост салған кезімде, ой, ол қандай ол? Үйде отырған әйел мисыз, үйде отырған әйел түк білмейді, үйде отырған әйелдер бәрінен қап кетеді деген комментарийлер келді. Мен тағы да айтайын сіздерге. Нағыз мықты әйел үйде отырған әйел. Өйткені кез келген әйел шашын лақтырып көшеге шығып жұмыс жасай алады. Бірақ кез келген әйел үйде отыра алмайды. Оңай емес қой үйде отыру. Нәпсімен күресу оңай ма не? Жоқ. Сабыр сақтау оңай ма не? Жоқ. Қанағатшыл болу оңай ма? Жоқ. Шүкіршіл болу оңай ма? Жоқ, конечно. Сол себепті үйде отырған әйелдер мықты әйелдер, ең мықты әйелдер. Кез келген әйел көшеге шығып жұмыс жасап, бір нәрсені жасап, әйтеуір машина алғанына мәз бол, шетелге шыққан мәз бол. Кез келген әйел істейді. Кез келген әйел істей алады. Бірақ міне күйеуінің тапқанына риза болып, күйеуінің тапқанына қанағат етіп,